Ассалаумағалейкум қазақ елі достар, қалайсыңдар? Қазір полицияға бара жатырмын. Көршілер түнде шулап музыканы қосып, соларға барып есікті қақтым, айттым, не үшін шулап атсыңдар? Ертең жұмыс бар, балалар бала бақшаға барады. Солар енді мас болып, агрессия жасап, ортақ саусақ көрсетіп, сосын полиция шақырдым. Сосын полиция келді, мен соның бәрін бейне жазбаға жаздым негізі. Енді қазір олар өздері айтады, оған претензиямыз бар деп, полиция айтады, кеттік неге солтүстік полиция бөлімшесіне. Сол, Северный отдел полиции. Баяғыда Ленина көшесі 55, Ленина 55 деген, қазір Астана 55. Сол сағат қазір 12:00 12:10 ночи. Сол полициядан артынан бара жатырмын. Сол кісі маған арыз жазам деген сол машинада отыр. Енді қазір көреміз. Мен де арыз жазам, не үшін түнде шулап жатыр. Ортақ саусақты көрсетті. Жаңағына полиция сұрап жатыр ана кісіден. Гражданство бәрін тексеріп жатыр да, анау гражданин Қазақстан емес қой, Қазақстан азаматы емес. Вид на жительство деген бар. Осылай біздің елге келіп, өкінішке қарай құтырып, түнде музыканы қосып, бүкіл көршілер нелерін қағып, бірақ барып есікті қағуға қорқатты. Бірақ менің екі кішкентай балам бар, ертең бала бақша, маған жұмыс. Сол айтарым достар, осы бейнен қаз салып жіберем YouTube арнамға. Сосын дәлелдерді қалай өздері неткен, қалай сөйлескен, қалай не болған көрсетем. Осылай қалдырмайым, болмайды ондай. Біздің елімізде андай тәртіп болу керек, заң бұзушылық болмау керек деп ойлаймын. Сол маған арыз жазайын деп жатыр. Мен полиция шақырған үшін маған да арыз жазайын деп жатыр. Көреміз енді. Бірақ мен оғанда арыз жазам. Оған тағы басқа анау бір он әйелі ма, кім ол білмеймін. Сестрасы ма, сол айтарым достар. Осындай енді болады. Білмеймін. Байланыста болайық.